Барлығына сәлем, сіздермен бүгін мен Ақбота, және де бүгінгі видеода unpacking болады. Менде бұл видеода аса көп зат емес, бір 7 зат бар. И вот. Баян негізі өте көп заты. Заттары, ішіндегі заттары, үлкен заттарды. Және де мен бұл жерде өзімнің подругама арналған подаркам да бар туылған күніне, және де ол подругамның маған заказ берген заттары да бар. Қазір мен мынандай бір коробканы ашатын боламын. Бұл жерде мен ойлап тұрмын, мындай Dior пакет берген ғой. Dior коробкасын мен бір подругама арналған Dior сумка алған болатынмын, соған осындай коробка. Вау! Ішінде мындай бар екен. Вау, прям күшті ғой, блин. Вау! Сумканы салып қойдым. Бізде ол осындай сумка. Сейчас собирамыз. Короче, онлайннан салып жүрдім. Оны ішіне салып көрсететін болады. Ішіне вот мындайларын салдым, бірақ олар көрінбей жатыр. И жабамыз. И вот. Енді мына пакетіне саламыз. Романдай мұжылып, болмаған да шекпіштегі ғана мұжылып. Та-дам! Күшті прям маңнады. Бұл пакетті мен примерно 1600 басынша алдым. Весімен примерно 2000-дай шығу керек. Болмаса 1900 теңге ма, сондай болу керек примерно. И вот, маған есе қатынады. Бұл жерде бізде нақшалар мен бір заказ болу керек. Жоқ, мынау цепочка, потом мынандай набор болу керек. Әріміздің несі, нешке фотоларын қалдырып кетіп жатырмын. Вау! Олардың качестволары прям күшті сияқты. И мынау бізде сырғасы. Онады. Бұл мынау менің заказым. Не екен біліп жүрді. Бұл менде құлаққа тағатын. Қыста, короче. Олайнан. Вау, например, күшті көрінеді. Примерно қанша 700 ба, примерно сондай. Маған бұл прям ұнады. Еще прям это причина қойға күшті жиып өткен. Вот. И мен всегда шапкада жүремін да қыста. И мен құлағым өте қатты жаурайды. Бірақ бір кездері андай шапка кигім келмейтін кезде болады ғой. Андай челкаң басылып қалады дегенде ше. И вот соған мен осындай алдым енді. Вот енді қыста либо андай күн салқын кезде киемін. Сейчас раскроем подругам сделаем подарка. Ол менде уже спасибо заказ бергені үшіншісі. Вот мен осы подругама осындай подарка сыйлайын деп шештім. Не берерімді білмеймін. Ну просто мынандай ғой. Менің алдын қалғанда ол прям анандай еді. Короче, олайнан көрінеді. И мынау кішкене үлкендеу размері. Вот, мынау менің өзімдікі. И бұл кішкене басқашалау. Вот. Надан андай жерінде андай тігілмеген. Мынандай прям жіптерімен бар. Вот, и мынандай көзі.
У меня он просто так. Мына шаяқшына бізде тырнақ болу керек. Мен өзім де тырнақ заказ беріп келіп жүрші. Менде жаңа жылға қарсы вроде тағы да анпакинг болады. Сол кезде мен тырнақ, кірпік деген сияқты заказ беріп жатыр. Клейінің шықпеді. Мындай бізде тырнақтар. Ойбай. Вот. Вроде бұл жерде бізде 46 ма, 26 ма сондай тырнақтар. Вот, короче. Жерде бізде мындай пилкасы бар. Пилкасы мындай клейі. Менде мындай клейі болмаған. И мындай тырнақтың өзі. Оның ішінде бізде мынау азған таяқ екен ғой. Мынандай азған таяқ екен. И бізде мындай таяқшасы. И мындай осындай бар екен. Бұл менің подругамның заказы. Матасыны прям андай атласы деп ойласам. Ондай өзге болады. Мынау бірақ әдемі екен. Реально мынау прям әдемі. Pinky girl. Короче, мынау маған ұнады, бірақ матасын мен басқаша ойлаған едім. Ну, күшті. Прям кигенде күшті тұратын сияқты. Вот. Мындай бізде соңғы заты. Вроде нормальный, и ұзындығы да нормальный. Анау қырын шығару керек, и вообще күшті болады. И бұның ремень жоқ екен ғой. Вот күшті. И заттардың барлығы да бітті. И вот подтипкадан басқасы барлығы ұнады маған. И маған өзімнің заказым күшті ұнады. Прям күшті екен. Маған мынау Dior пакет вообще прям өте қатты ұнады. И мен андай арзан пакетін таппай зорға тауып просто көре салайын деп заказ бере салған болатын. И мен сымай қалса не істеймін дедім ғой прям. И мындай бізде күшті Dior деген пакет. Dior коробкасы, короче. И мындай жазылғаны да тура да. И вот оригиналындай десе. Маған ұнады, еще анау розовый кофта ұнады. И вот, короче, маған бәрі ұнады. Күшті екен прям. Барлығыңызға сау болыңыздар. Осымен біздің анпакинг видеомыз аяқталды. Сіздер маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Біздің видеомыз аяқталды. Всем пока!